Қазақстан Республикасының президенті өз жолдауында ішкі істер органдарына халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасы аясында азаматтардың барлық сұраныстарын жедел әрі уақытылы орындау міндетін қойды. Қоғамдық қауіпсіздікті күшейтіп, тұрғындарға жағдай жасау үшін ішкі істер министрі нақты тапсырма беріп, қала әкімдігінің қолдауымен жыл басынан елорда аумағында жаңа учаскелік пункттер мен стационарлық полиция бекеттері іске қосылған болатын. 37 пункт бар опорный. Енді тағы 39 керек бізге. Бүгін ішкі істер министрі Ерлан Тұрғынбаев пен қала әкімі Алтай Көлгінов жаңа модульдік полиция бекетіне барды. Ол теміржол вокзалының жанында орналасқан. Халық қауіпсіздігі үшін орнатылған бекеттің жұмыс барысымен танысты. Қазақстан президентінің тапсырмасы бойынша полиция қазір халықпен тығыз істеу керек. Мына қоғамдағы қауіпсіздік мәселе ол бірінші біздің мақсатымыз. Нұр-Сұлтан қаласында тұрғындардың саны өсіп жатыр, қала өсіп жатыр. Модульдік пост жаңа учаскелік пункттарды ашып жатыр. Бүгін әкіммен бірге біз мына вокзалдың жанына келдік. Бұрын мына вокзалдың жанында өте қауіпті орын болатын. Мына учаскелік пункт ашылғаннан кейін 8 инспекторлар осында отырады. Мына қауіпсіздік мәселесі өте жақсарды. Ғимарат толық заманауи құрылғымен жабдықталған. Бейнебақылау жүйесі, өрт күзет сигнализациясы бар. Мұнда тәртіп сақшылары барлық деректер базасына қол жеткізе алады. Модульный пост ол жаңа қоғамдық жерлерде 10, сондай саны 10 біз іске қостық. Бүгін парктерде, сквердерде, рынктан маңайында осы модульдік посттар жұмыс істейді қазір. Сонымен қатар тағы да тревожная кнопка дейміз, 13 саны 13, соны қоғамдық жаңа жерлерде оны қостық. Ведомство басшысы мен қала әкімі полиция бөлімшесінің жаңа ғимаратынан соң Есіл жағалауындағы заманауи модульдік бекетке де барды. Халық көп шоғырланған көпшілік орындарда бұл бекеттердің тиімділігі зор. Обращаются, подходят к сотрудникам полиции. Модульдік бекеттерден басқа саябақ, демалыс орындарының маңында дабыл батырмалары бар. Арнайы құрылғы арқылы азамат стационарлық бекетке жүгінген жағдайда полицей бұл туралы барлық нарядтарға дереу хабарлай алады. Ондай кезде жаяу және автопатрульдер жылдам әрекет етеді. Полиция, тыңдап тұрмысыздар? Добрый день. Как у нас обстановка на прилегающей территории? Отлично, никакого происшествия нету. Граждане обращались к нам сегодня? Обращение какого характера? Консультацию. Консультативного характера, да? Только в текущем году, значит. Биыл қала маңында орнатылған камералар саны артты. Ішкі істер министрлігінің ғимараты түгел бейнебақылаумен қамтылды. Жаңа ғимараттар салынып, арнайы құрылғылармен қамтылып жатыр. Қоғамдағы қауіпсіздікті күшейту үшін бар жағдай жасалған. Шұғыл шақыру құрылғылары адам көп жүретін аудандарда орнатылған. Дамыған елдердің тәжірибесі бойынша іске қосылған батырма арқылы 700-ге жуық қоңырау түсіп, азаматтарға уақытылы көмек көрсетілді. Тәртіп сақшыларының айтуынша, мұндай қауіпсіздік жүйесін орнату жұмыстары алдағы уақытта да жалғасын табатын болады.